Бүгінгі түнді өткізіп алмаңыздар, себебі өте маңызды түндердің бірі Миғраж түні. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қазір сіздерге Исра және Миғраж оқиғасының тарихы туралы айтып беретін боламын. Пайғамбарлықтың 10-шы жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасы 50-ге келді. Пайғамбарымыз өз төсегінде жатқан кезде пайғамбарымыздың мына тұрған патологы бірден ашылды. Жибрил періште Алланың әмірімен пайғамбарымыздың құзырына келді де бірден пайғамбарымызды Қағбаның алдына алып кетті. Пайғамбарымыз Қағбаның алдына барғанда Пырақ аты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды күтіп жатқан еді. Пырақ атын сіздерге сипаттап берейін. Ол біз білетін есек бар ғой, содан кішкене үлкенірек, ал аттан кішкене бойы аласа болған жануар. Оның қанаттары өте үлкен және бір қанат қаққан кезде мынау көзінің шегі қай шекті көрсе, дәл сол жерге бір қанат қаққанда жететін еді. Яғни найзағайдай жылдам болған. Дәл сол пырақ атымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әл-Ақсаға, яғни Палестина жерлеріне барды. Байтул Мақдисте намаз оқымақшы болды. Жибрил періште пайғамбарымызды жатқызды да оның көкірегін екінші рет жарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегін шығарып, оны зәмзәм суымен жуып, оның ішін иман мен хикметке толтырды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайттан жүрегін орнына қойып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл пайғамбарлардың алдына шығып, намаз оқыды және 7 қабат аспанға шықты. Пайғамбарымыз аспанның әрбір қабатында жеке-жеке тоқтады. 7 қабат аспанда 8 пайғамбармен жолықты. 7-ші қабат аспанда Ибрахим пайғамбарды жолықтырды. Білесіздер, 7-ші қабат аспанда Байтул Маъмур бар, яғни қазіргі Қағбаның аспандағы орны. Пайғамбарымыз барлық пайғамбарлармен жолыққаннан кейін Сидратул Мунтаха, яғни жаратылыстың шегіне жетті. Әрі қарай Жибрил періштенің өзі бармады. Тек қана пайғамбарымыз Алла екеуі ғана қалды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дәл осы біз күнделікті оқып жүрген 5 уақыт намаз 50 уақыт намаз болып бекітілді. Кейіннен ол жеңілдетіліп 5 уақыт намазға түсті. Бірақ пайғамбарымыздың сөзінде кімде-кім осы 5 уақыт намазды толық өтесе, ол дәл сол 50 уақыт намаз оқыды деген сауапқа ие болады деген. Бұл түні не істеу керек? Дәл осы күні түнде арнайы ешқандай намаз жоқ, бірақ арнайы зікірлерді айтсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге ең ұлы зікірлерді үйрететін боламын. Сол үшін осы видеоны сақтап алыңыздар және мына зікірлерді жаттап жүріңіздер. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, адада халқихи, ва рида нафсихи, ва зината аршихи, ва мидада калиматихи. Немесе қысқартып субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим десеңіздер болады. Бұл зікірдің абзалдылығы тілге өте жеңіл және таразыда өте ауыр. Екінші зікір болса ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир. Аллахумма салли аля Мухаммадин ан-набийил умми вал хабибил махбуб вал алийил қадр вал азимил жах ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Бұл түні намаз парыз болған күн. Мүмкін осы түннен кейін 5 уақыт намазды қолға алатын шығармыз.